Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге 2018 жылы жарық көрген 14 камера атты фильмді айтып беретін боламын. Жалдамалы пәтерде тұратын жас жұптың үйінде ыстық су өшіп қалады. Жігіт мәселені шешу үшін үй иесіне қоңырау шалуды шешті. Дегенмен оған даусы жағымсыз ер адам жауап беріп, дөрекі сөйлей бастайды. Пәтер жалға берушінің клиенттермен дұрыс қарым-қатынас құра алмайтынын түсінген жігіт қызына қонақ үйге көшуді ұсынады. Сөйтсе бұл үйдің барлық бөлмелерінің бұрыш-бұрышына тұрғындардың әрбір әрекетін күні бойы түсіріп тұратын жасырын камералар орналасқан екен. Және осының бәрін Джеральд есімді егде жастағы бір азғын адам үнемі бақылап отырады. Жас жұп өз шаруаларымен бір жаққа шығып кеткен бойда әлгі адам олардың пәтеріне кіріп, қыздың іш киімдері мен жеке заттарын ұстап, жастығын иіскейді. Кешкі үйге оралған жас жұп бұл жерден кету үшін заттарын жинай бастайды. Әрине олар өздері жоқ кезде үйлеріне бейтаныс біреудің кіргенін білмейді. Келесі күні Джеральд пәтерде жалғыз өзі жалдап тұратын Сара есімді қыздың үйіне кіріп, тағы бір жасырын камера орнатады. Және тоңазытқышты ашып, жайбарақат қыздың азық-түлігін жеп жүргенде, күтпеген жерден қыз үйге қайтып келеді. Сол себепті шалға ваннаға тығылуға тура келді. Далада серуендеп келген Сара суға түсуді шешіп, душқа кіргенде, тығылып отырған адамды көріп шошып кетеді. Шал оған тап беріп, ұрып-соғып, аяқ-қолдарын байлап тастайды. Сосын ары қарай не істеу керектігін ойлана бастады. Сол кезде Сара есін жия бастағанда, Джеральд оның айқайын ешкім естіп қоймас үшін қызды қайтадан талдырып тастайды. Сосын оны қоқыс жәшігіне салып, фургонға тиейді де өзінің көп үйлерінің біріне, нақтырақ айтқанда, тұрғындарды бақылап отыратын құпия бөлмесіне алып барады. Сара есін жиғанда Джеральд оны жертөлеге түсіреді, және ол жерде тағы бір қыз қамауда отыр екен. Осы уақытта тағы бір отбасы жазғы демалыста көңіл көтеру үшін тұрғын үй жалдауды шешеді. Лори есімді әйел Джеральдтың үйін көріп, оның арзан бағасына қызығып, соны таңдауды ұйғарды. Сөйтіп Лори өзінің күйеуі Артур және ұлы Кайло мен қызы Молли және оның құрбысы Даниэль барлығы жолға шығады. Көп ұзамай олар таңдаған үйлеріне жетті. Қыздар бірден бассейнге секіріп көңіл көтеруде. Ал оларды Джеральд жасырын камерадан бақылап, жаңадан келген сұлу қонақтардың жартылай жалаңаш денелеріне қызыға қарап отыр. Біраздан кейін Даниэль бұрынғы жігітінен кек алу үшін Кайлоға ашық түрде қырыңдай бастайды. Ал осы кезде Молли душ қабылдауда. Оны бақылап отырған Джеральд камерадағы жазбаны сақтап алып, үлкендерге арналған сайтқа салып қояды. Кешке Артур әйеліне өздерін біреу бақылап жүргендей біртүрлі сезінгенін айтуда. Алайда Лори бұған аса қатты мән бере қоймайды. Даниэль Кайлоға қырыңдауын тоқтатар емес. Дегенмен жігіт еш нәрсе байқамаған секілді жүре берді. Сөйтіп қыз ұйықтау үшін бөлмесіне келгенде, Молли оған ағама тиісе бермей аулақ жүр дейді. Осы кезде жертөледегі Сара қасындағы қызбен танысады. Оның есімі Клэр. Және оның осы жерде қамауда отырғанына ұзақ жылдар болған екен. Себебі бұл жерден қашып шығу мүмкін емес. Сара қалай қашу керектігін ойластыра бастайды. Сонда Клэр оған, Джеральдқа ұсталып қалсаң ол сені бірден өлтіре салады деп ескертті. Өйткені осындай жағдай бұған дейін орын алған. Осыдан бірнеше ай бұрын бір қыз қашамын деп ұсталып қалып, Джеральд Клэрді сол қызға арнап қабір қазуға мәжбүрлеген екен. Джеральдтың өзі жалғыз тұрмайды, оның ұлы бар. Дегенмен ер адам оның тәрбиесіне, өміріне мүлдем бас қатырмайды. Бір күні балақай кездейсоқ бақылау камерасын байқап қалады. Осыдан кейін оған әкесіне сонша видеотехниканың не үшін қажет болғаны қатты қызық болды. Келесі күні отбасы барлығы бірге қыдыру үшін үйден шығып кетеді. Осы сәтті күткен Джеральд үйге кіріп, олардың жеке заттарына тиісіп тағы да бірнеше жасырын камера орнатып кетіп қалады. Отбасы үйге оралғанда Артур кіреберіс есіктің ашық қалғанына қатты таң қалды. Және жерде жатқан Даниэльдің ерін далабын көріп, өздері жоқ кезде үйге біреу кірді деп күдіктене бастайды. Осы уақытта Джеральд жасырын камера арқылы бір қыздың душқа түсуге дайындалып жатқанын рахаттана бақылап отыр. Сонымен қатар сол видеоларды үлкендерге арналған сайтта жақсы бағаға сатуда. Сараның басынан қашу керек деген ой әлі де кетер емес. Ал Клэр оған бұлай жасама, өміріңе қауіп төндіресің дейді. Біраздан соң Джеральд оларға тамақ тастайды. Клэр Сараға өзінің баласы бар екенін айтуда. Джеральд оны ұрлап кеткен кезде қыз жүкті болған. Және ол осы жерде, яғни жертөледе босануға мәжбүр болған екен. Ал сосын әлгі адам одан сәбиді тартып алған соң, Клэр баласын мүлдем көрмеген. Сара оған бұл Джеральдтен кек алуға жақсы себеп екенін түсіндіруге тырысуда. Сөйтіп ол ақыры Клэрді бұл жерден бірге қашуға көндіреді. Екеуі жоспар құрып, Джеральд оларды жуындыруға апарған сәтте оны өлтіреміз деп шешті. Осы кезде Джеральдпен бірге тұратын бала көлік жүк салғышының кілтін тауып алып, байқатпай сонда кіріп алады. Ер адам оны байқамай көлікке отырып өзінің құпия үйіне қарай аттанды. Үйге жеткен ол барлық камералардың істемей қалғанын көріп, қатты ашуланып, техниканы жөндеуге кетеді. Жөндеп болған ол қыздардың бөлмесіне кіріп, іш киімдерін ұрлауды шешті. Және сәл болмағанда Даниэльдің көзіне түсіп қала жаздайды. Осы уақытта өгей әкесінің құпия бақылау бөлмесіне кірген бала болып жатқан жағдайлардың бәрін көріп таң қалады. Біраздан соң Даниэль сөмкесінің іші астан-кестең болып жатқанын көреді.
Молли оған мүмкін Кайл сөмкеден ішімдік іздеген болар дейді. Ал содан соң Даниэл өзінің іш киімі жоғалып кеткендігін байқағанда, оны ұрлап алған Кайлды бойлап, жігітке айқайлап, оны ұятсыз оңбаған деп атайды. Үйіне оралған Джеральд қолына қару алып, тұтқындағы қыздарды тексеруге кетті. Ал бала болса оны сыртынан жасырын бақылап тұрады. Тіпті біраздан соң ол Джеральдтың іш киімді иіскеп жатқанына куә болды. Келесі күні есуас еркек Клэрді жуындыру үшін ваннаға алып кетеді. Ал жалғыз қалған Сара қандай да бір қару табуға тырысуда. Біраз уақыттан кейін ер адам қайтып келіп, Сараны жуындыруға апарады. Ол қыздың қолын босатқан сәтте Сара оны ағашпен ұрып қашып кетеді. Ол гаражға тығылып есікті жауып алады, және бұл жерден шығатын мүмкіндік жоқ. Қыз оған егерде Клэрді босататын болсаң, қарсылықсыз берілетін боламын дейді. Дегенмен ер адам ондай жеңілдік жасағысы келмеді. Сондықтан ол бөлмеге улы газ жіберіп, қызды улап өлтіруді шешеді. Шарасыз қалған Сара амалсыз есікті ашуға мәжбүр болды, және қолына балта алып, сол арқылы әлгі адамды өлтіремін деп ойлаған болатын. Дегенмен Джеральд одан ақылды болып шықты. Ол қолына қару алып қызды күтіп тұр екен. Сөйтіп ол Сараны атып өлтіреді. Біраздан соң көзі жасқа толған Клэрдің Сараға арнап қабір қазып жатқанын көреміз. Осы кезде үйдегі Кайл мен Даниэлдің арасындағы жанжал әлі де жалғасуда. Артур қыздарды сабырға шақырып, оларды Кайлмен татуластыруға барынша тырысады. Дегенмен олардың ашуы тарқар емес. Кешке ата-анасы Кайлды ертіп үшеуі қалаға кетеді. Ал қыздар үйде жалғыз қалды. Джеральд оларды бақылап, әрі үлкендерге арналған сайтта тікелей эфир жүргізуде. Және кенеттен біреу осы қыздарды сатып алғысы келетінін жазады. Ер адам оған олардың сатылмайтынын айтты. Бірақ сол сәтте пікір жазушылардың бірі сол үйдің мекен-жайын ортақ чатқа жазып жібереді. Шошып кеткен Джеральд дереу пікірді өшіріп, жылдам қыздардың үйіне қарай аттанды. Ол үйге жеткенде, ол жақтан маска киген бейтаныс біреуді көреді. Осы уақытта Молли мен Даниэл өздеріне жақындап келе жатқан қауіпті мүлдем сезбей, өз істерімен айналысуда. Көп ұзамай бейтаныс адам оларды ұстап алып, электрошокермен соғып, аяқ-қолдарын байлап тастайды. Джеральд болған жайттардың бәрін тығылып бақылап тұр. Ал содан соң маска киген адамға тап беріп, оны балғамен ұрып өлтіреді. Және қыздарға келіп, оларды тыныштандыруға тырысады. Қыздар оны жақсы адам деп ойлады. Дегенмен Джеральд куәгерлерді босатуға болмайтынын түсініп, оларды да жертөлеге қамап тастауды ұйғарды. Осының бәрін камерадан көріп тұрған балақай алдымен полицияға қоңырау шалуды шешеді. Ал содан соң жертөледегі Клэрді босатады. Осы уақытта қалаға кеткен отбасы мүшелері үйге оралды. Кайл көшеде тұрған ақ фургонды байқап, және соның ішінен шығып жатқан Даниэлдің айқайын естиді. Ол қызды құтқаруға тырысып жатқанда, Джеральд келіп қалып, оны ұрып құлатып, қызды алып бұл жерден кетіп қалады. Жолда Даниэл қол-аяғын босатып алады. Маньяк жасырын үйіне жетіп, ішке кіріп кетті. Қыз сол сәтті пайдаланып, фургонды айдап қашуға тырысып жатқанда, жертөледен қашып шыққан Клэр мен баласы келіп, оған бізді де ала кетші деп жалынады. Және сол сәтте кенеттен Джеральд пайда болып, оларға оқ жаудыра бастады. Рульде отырған Клэр көлікті артқа айдап, әлгі адамды қағып кетеді. Бала көліктен түсіп, өгей әкесінің қимылсыз денесіне біраз қарап тұрды да, сосын қайта көлікке отырып, олар аман-есен бұл жерден кетіп қалады. Келесі күні жаңалықтардан Джеральдтың сұмдық қылмысы жайлы айтуда. Оның компьютеріндегі қатқыл дисктен 100 мыңдаған сағаттық бейнежазбалар табылған. Полиция Джеральдтың үйін жалдап тұрып жатқан тұрғындардың барлығына, оларды осы кезге дейін біреудің бақылап келгенін хабарлайды. Сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері әлі де бірнеше үйде жоғалған қыздар қамауда болуы мүмкін деп болжайды. Себебі қылмыскер Джеральд қолға түспеген. Көлік қаққан соң ол тірі қалып, жолда кездескен бір әйелді өлтіріп, көлігін айдап кеткен. Және ол тағы да бірнеше қыздарды тұтқынға алып, Мексикаға қашып кетеді.